Бауырлар, шыншыл болу ол жәннаттың адамдары. Рас сөйлеу, ақиқатты мойындау бұл жәннаттың адамдары. Бұл жайында пайғамбар алейхиссалам инна сидқ яхди илал бир ва иннал бир яхди илал жанна. Шыншыл болыңыздар, шыншыл болу ол жақсылыққа алып барады. Жақсылық түбінде ол жәннатқа алып барады дейді пайғамбар алейхиссалам. Шын сөйлеп жүрген адамдарға сүйінші хабар ол адамы жәннаттың адамдары. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде жеткізді. Бауырлар, мынау зина деген аталықтан аулақ болған адам ол жәннаттың адамы. Құдайдан қорқып, біреудің қызына қарамастан, өзінің қызын әуретін жауып, зина дегеннен аулақ болып, басқаларды да зинаға түсіп қалмауынан сақтанып жүрген адам ол жәннаттың адамы. Бұл жайында пайғамбар алейхиссалам былай дейді: "Ман ядман ли ма байна лихиhi ва ма байна риджлайхи адман лахул жанна." Мен кепіл болам. Кімде-кім араларыңызда мынандай екі мәселеде кепіл болатын болса, жәннатқа кірулеріңе мен кепілмін дейді пайғамбар алейхиссалам. Екі иықтың арасындағы тілдеріңізге сақ болсаңыздар, және екі бұттарыңыздың арасындағы әуреттеріңізге кепіл болсаңыздар, яғни зина жасамауға кепілдік берсең өзіңе, мен сол үмбетімнің жәннатқа кіруіне мен кепілмін дейді пайғамбар алейхиссалам. Бауырлар, зина дегеннен аулақ болу керек. Бұл Құдай сақтасын тозақтың адамдары. Зинақорлар тозақта болады. Жәннатқа алып баратын жолдың жаңа бір жиегін атақараб илаллах бин навафил, Алла субхана ва тағаланың 40 парызынан бөлек нәфіл қосымша амалдармен де Алла тағалаға жақындау арқылы жәннатқа барады екенбіз. Бұл жайында пайғамбар алейхиссалам ма мин ахад ятаваддау файюхсин вуду, кімде-кім дәрет алатын болса, дәретін толық алатын болса, яғни парызы, сүннет, уәжіп, мұстахаб, әдеп бәрін толық қылып алатын болса, ва юсалли ракатайн, 2 ракат намаз оқитын болса, яқбалу би қалбихи ва вajhihi алейхима илля ваджабат лахул жанна, жүрегімен, шын ықыласымен жүзденіп намаз оқитын болса, ол пендеге жәннат уәжіп болады дейді пайғамбар. Бауырлар, бұл нәфіл намаз. Парыз намаздан бөлек дәретімізді жаңалап, қосымша нәфіл намаз оқитын болсақ, біз жәннатқа барамыз иншалла. Бірақ жүрегімізбен, шын ықыласымызбен, ниетімізбен болу керек.